Биылғы Наурыз бағдарламасына бірнеше толықтырулар енгізілді. Наурыз бағдарламасына барлық қазақстандықтар қатыса алады. Оның ішінде тұрғын үй кезегінде тұрған халықтың әлеуметтік осал топтары өкілдері де бар. Биыл бастапқы жарна 10%-ға дейін төмендетілді. Одан бөлек бұл бағдарламаға қатысу үшін шотыңызда кемінде 2 миллион теңгеден кем емес қаржы болуы шарт. Былтыр Наурыз бағдарламасына тек қана 1 миллион теңге беріп қана конкурсқа қатысатын болса, биылғы жылға міндетті түрде депозитіңізге 2 миллион теңге салу керек болады. Неге? Өйткені былтырғы конкурстарға жүгінетін болсақ, 1 миллион теңге салып өткен азаматтар алғашқы жарна 20%-ын салуға мүмкіндік ала алмады. Сондықтан биылғы жылдан бастап Наурыз бағдарламасына қатысқысы келетін адамдарға құлақ-қағыс, счеттарыңызға міндетті түрде 2 миллион теңге ақша салу керек болады. Биылдан бастап Отбасы банк ұлттық даму институты ретінде қызмет көрсетуге кірісті. Енді банк баспана кезегін жүргізіп қана қоймай, тұрғын үймен қамтамасыз ету шараларында атқаратын болады. Ол үшін қаржы институты негізінде тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы құрылып, оған баспана кезегі, яғни бірыңғай республикалық электронды база беріледі. Осылайша әкімдіктегі тұрғын үй кезегі Отбасы банкіне өтеді. 6 айдан кейін барлық кезектерді, очередті бізге беріледі. Қазіргі таңда акиматқа егер очередқа тұрғысы келген халық болатын болса, олар акиматқа жүгінулеріне болады. Бізде қашан платформа іске қосады, сол кезден бастап кезекті біз өзімізге аламыз. Ол жерге барлық азаматтар, соңғы 5 жылдық үйлері жоқ азаматтар барлығы очередке тұруға мүмкіндік алады. Сонымен қатар очередте бізде платформа болады. Сол платформада ЭЦБ кілттері арқылы өздерінің аттарында соңғы 5 жылдық үйлер болмаса, және егер үйлер болған жағдайда ол үйлер аварийный ситуацияда болатын болса, онда очередке тұруға мүмкіндік алады. Мамандардың сөзінше, бұл арқылы соңғы 5 жылда баспанасы болмағандарға кезекке тұру мүмкіндігі туады. Сондай-ақ ашықтық пен айқындық үстемдік етпек. Олжас Есенжігітов, Аслан Биахмет, Алау телеарнасы.